Қайырлы күн достар, сіздермен Манат. Бүгін біз сіздермен роза гүлді булочканың рецептімен бөлісетін боламыз. Бізге керектісі жылы сүт, жылы су, дрожж, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Тозымызды саламыз. Және керекті шекерімізді саламыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалуды ұмытпаңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламыз сіздермен. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және 2 жұмыртқа қажет. Біреуін тұтастай, екіншісін сарысын алып қаламыз, өйткені сарысы бізге булочканың бетіне жаққанға қажет болады. 1,5 жұмыртқа мөлшері қамырымызға жеткілікті. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Керекті ұнымызды осылай електен өткізіп аламыз. Қолмен жақсылап илеп, қараңыздар, өте жұмсақ қамыр шығарамыз. Және сливочный майымызды қосамыз. Қамырымыз қолға жабыспай, жақсы жұмсақ болып шығады. Үй температурасында болу қажет. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып шықты қамырымыз. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қандай әдемі көтерілгенін көріп тұрсыздар. Қараңыздар, өте жұмсақ қамыр шықты. Барлығын видеода көрсеткендей қылып жасасаңыздар, дәл осындай қамыр шығады. Қараңыздар, қандай әдемі көтерілген ашыған қамыр. Қолымыздың көмегімен ұзынша етіп созып аламыз қамырымызды. Осылай ұзынша етіп, қолдың көмегімен созып аламыз. Сөйтіп бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Өздеріңіздің қонақтарыңызға байланысты рецепті көбейтіп, немесе азайтып істей берсеңіздер болады. Қараңыздар, қанша мөлшерде өте көп булочка шығып жатыр. Қолдың көмегімен дөңгелектеп, яғни кішкене зуалағып аламыз.
жақсылап осылай зуала болу қажет, өйткені қамырымыз әдемі шығады сол кезде. Қараңыздар, қандай әдемі шығып жатыр. Жақсы ашылған қамырдан осындай зуалар шығады. Бір текст әдемі болып жатыр. Шыққан зуаламыздың әрқайсысын бетін осылай күленкімен немесе шашықпен бетін жауып қойсаңыздар болады. Барлық қамырымызды осылай зуала қылып шығамыз. Шетінен бір-біреуден алып, осылай қолмен созып шығамыз. Осылай жұқартып аламыз. Қамырымыздың бір шеті дөңгелек күйінде қалады. Бір шетін ортасына дейін осылай жұқартып аламыз. Міне осылай жұқартып аламыз қамырымызды. Қолмен баса отырып, өйткені қамырымыз жылы жерде болғандықтан тез көтеріліп кетеді. Енді осылай айқастырып қамырымызды айқастырып шығамыз. Енді осы айқастырып шыққан қамырымызды осылай жинап шығамыз. Қараңыздар, сол кезде гүл шығады бізде. Ал бір шетін дөңгелектеп айналдыра астына жібереміз. Қараңыздар, бізде роза гүл пайда болды. Барлығын дәл осылай істеп шығамыз. Осылай қамырымыздың ортасынан шейін осылай жұқартып шығамыз. Осылай бір тегіс қылып ортасын бірдей қылып, екі жағын бірдей қылып кесіп аламыз. Тағы да осылай айқастырып шығамыз. Қараңыздар, қандай әдемі гүл шығып жатыр бізде. Міне, барлық қамырымызды дәл осылай шығамыз. Өте әдемі роза гүлді булочка бізде дайын болды. Міне, осылай табамызға бетіне қағаз төсеп, осылай саламыз, арасын ашық қыламыз, өйткені